Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте күшті сайт көрсететін боламын. Ол сайттан біз 5.000 теңге мен 25.000 теңге арасында ақша таба аламыз. Сол себепті де видеоның басынан соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Сол кезде сіз барлығын түсінесіз және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Одан бөлек достарыңызға таратсаңыздар болады. Олар да дәл осы акцияға қатысып, ешқандай қиындықсыз ақша тауып алсын. Одан бөлек білесіздер, бізде өзімізде конкурс болып жатыр. Әр аптаның соңында конкурс болады. Комментарий жазып, видеоны қарап, лайк басып жүрген адамдар 1000 теңгеден ұтады. 3 адам ғана ұтады. Бүгін жауабы шығу керек болған, бірақ бұл аптада 2 ғана видео шыққан себепті осы 3-ші видео, яғни ертең жауабы шығады біздің Telegram каналға. Ал енді қараңыздар, дәл қазір мен пост шығардым Telegramға. Бұл жерде мен барлығын жазып қойдым, ешқандай қиындықсыз. $10 плюс деген, ол одан да көп табуыңыз мүмкін деген. Қазір мен сіздерге барлығын басынан аяқ түсіндіріп беремін. Ең бірінші сіз Bitmart биржасына тіркелуіңіз керек. Bitmart деген биржа, сенімді биржа, ешқандай осы уақытқа дейін алаяқтықпен айналыспаған, былайша айтқан кезде жасап келе жатқанда 4-5 жылдан асқан. Бұл жерде қандай жеңілдік болып жатыр қазір? 29 қарашаға дейін кешкі 8-де 500 букс күніне $5 сатып алуымызға болады. Bir аккаунтқа 5 букс қана сатып ала аламыз. Яғни $5-дан 5 бокс сатып алсаңыз, ол $25 болады. $25 сіздің ақшаңыз кетеді бокстарды алуға. Ал ол бокстың ішінен не шығады? Ол бокстың ішінен ең аз деген $7 шығады, ең көп дегенде примерно $15 шығады. Мен $20 деп жазғам, бірақ негізінде $15 қазір көрсетем. Мысалы, қараңыздар, екінші ссылканы басасыздар. Бірінші тіркелмей атып, өздеріңіз танысып шықсаңыздар болады. Барлығын түсініп алу үшін міне осы жерден бокс аламыз деген ссылканы басасыздар. И осы жерде барлығы жазылып тұр. Оқып танысып шықсаңыздар болады. Бұл жерде не деп жазылған? Бізде дәл қазір комьюнитиге рахмет ретінде бокстар таратып жатыр, сатып жатыр деген, барлығы жоғы 7000 бокс бар. Күн сайын 500 бокс таратылады. Акцияның бітуіне 2 күн 17 сағат қалды. Яғни, қателеспесем, ертең емес, арғы күні бітуі керек. Я, біздің сағатпен сондай. Ол бокстың ішінен қараңыздар, 58% вероятность, мысалы, шанс бар деген сияқты $7 шығады. Ең аз дегенде $7 шығады бокстың ішінен. Одан кейін 100 BMX деген осы Bitmart биржасының монетасы шығады. Немесе $15 кәдімгі USDT шығады. Былайша айтқан кезде қазір былай кіріп көретін болсақ, міне BMX-тің монетасы 0.008 тұр, яғни $8 болады 100 монета. Былайша айтқанда біз ең аз дегенде бір бокстан $2 табамыз. Ал если $15 түсіп қалатын болса, бір бокстан $10 табамыз. 5 бокс алып үлгерсеңіздер, бір аккаунтқа 5-ақ бокс алуға болады. Мысалы, қазір купить деп басып 5 рет алып үлгерсеңіз, немесе үлгермесеңіз, себебі күтіп отқан адамдар бар. Кеше бір балдар алған екен, примерно бір күн, кешкі 8-де 5 бокс сразу алған екен, алуға болады дейді негізінде, адам қатты көп емес дейді. Ал немесе ол бокстарды сіз өзіңіз ашпай сатып жіберсеңіз де болады. Қазір мына плюсикті басатын болсақ, міне қазір бокстар тұр екен, $8-де $10-дан ең арзан сатылып жатыр. Міне көргендеріңізде $8-де $11-дан сатылып жатыр ең арзан бокс. Яғни бұлар ашпай сразу сатып жіберіп жатқандар. Сіз бұлай ашпай сразу сатсаңыз, үстіне $3 табасыз әр боксқа. Енді 5 бокстан примерно қанша табасыз сонда? $15 табасыз. Я, $15 табасыз, если ашпай сатсаңыз. Ашып сатсаңыз, одан көп болуы мүмкін, одан аз болуы мүмкін. Мен өзім бүгін ала алатын болсам, міндетті түрде пост шығарам, алып үлгеретін болсам, және де қаншадан сатқанымды барлығын айтам, ішінен не шыққандарына шейін айтам. Ал енді сіздерге қызық болатын болса, енді не істеуіміз керек? Енді не істейсіздер? Енді осы биржаға Bitmart тіркелеміз деген осының кнопканы басасыздар, и осы биржаға тіркелесіздер. Мен қазір тіркеліп қойғам. Мен енді верификацияны өту керек маған бұл жерде. Міндетті түрде верификацияны өтуіміз керек. Безопасность деген жерге емес, а верификация деген жерге кіреміз. Верификация деген жерге кіреміз. Сосын осы жерге өзіміздің адам екенімізді дәлелдеп көрсетуіміз керек. Қазір мен тест істеп шығам. Қазір қараңыздар. Мен приложениесін тартып алдым, себебі маған верификацияны өтемін деп басқан кезде біріншісіне өттім, екіншісінде уже приложениесін тартып мысалы басамыз. Қазір мен уровень 1-ден өтіп қойғанмын. Бірақ уровень 1-де өздеріңіз көргенде спотовый торговля деген болмайды.
спотовый торговля деген бізге не үшін керек? Бізге ақша шығарып алу үшін керек. Сол себепті де міндетті түрде 2-ден өтуіміз керек. Қазір мен енді 2-ден өтетін боламын. Приложениесі арқылы өтіп жатырмын, себебі міндетті түрде приложениесін тарту керек екен. Мен дәл қазір мен екіншісіне өттім. Қаралып жатыр деді. Қанша уақытта қаралып болатынын мен білмеймін. Қазір ары қарай жалғастыра береміз. Енді не істеуіміз керек? Енді мен дәл қазір $25 толтыруым керек. Себебі букс алу үшін мен 5 буксты алам деп ойлап отырмын. Сол себепті де $25 толтырам. Или $20 толтыруым да мүмкін, қазір көреміз. Вынести на депозит деген басамыз. Одан кейін USDT таңдаймыз. USDT теза таңдаймыз. И сет таңдауымыз керек. Міндетті түрде қандай сетпен толтырамыз? Мен Web20 толтырамын. Web20 таңдаймыз. Барлығын дұрыс жасау керек толтыратын кезде, себебі қараңыздар, сіздер мысалы TRC20 таңдап ERC20 пен жібере алмайсыз бұл жаққа. Сол себепті Web20 таңдаймыз, конфирм. И копировать етіп аламыз. Қазір осы жаққа мен ақша жіберетін боламын. Мен дәл қазір мен $27 жібердім Binance биржасынан. Binance биржасынан қиын емес жіберу. Вывод средств деген басасыздар. И адрес кошелька қоясыздар. Одан кейін сет деген жерге қандай сет таңдаңыз? Web20 болса Web20, TRC20 болса TRC20 таңдайсыздар, болды. $27 мен не үшін жібердім? Комиссияларға керек болып қалуы мүмкін деп. Ал енді сол биржаға қайтып барамыз, Bitmart деген. Мен дәл қазір мен Bitmartқа менде ақша түсті. 1624 рубль. Рубльмен есептегенде, ал спотқа кіретін болса, міне дәл қазір USDT 26-да 71 тұр. 27 жібердім, комиссиясы 0,3 Web20-тың сетіне. Ал енді сол буксты уақытын күтеміз. Қай уақытта болады? Примерно 8-дерде болады. Қателеспесем, сол 8-дерді күтеміз. Сол 8-дерде сол букстарды алып аламыз.